Lada маркасы Қазақстан нарығына қайта оралады. 2022 жылы Renault және басқа компаниялармен байланыстар үзілгеннен кейін АвтоВАЗ ішкі нарыққа автомобильдер шығара алмай қалды. Қиындықтарға қарамастан компания қиын кезеңдерді жеңіп, өз өнімдерін қайта шығаруды бастады. Енді Lada көліктері тікелей Тольятти мен Ижевскіден импортталады. Қостанайдағы жергілікті құрастырудан айналып өтеді. Қазақстандық тұтынушылар Lada Granta, Niva, Vesta және Largus модельдерінен таңдауға мүмкіндік алады. Ең қолжетімдісі Lada Granta. Оның бағасы 4 миллион 990 мың теңге шамасында. Бұл қазіргі уақытта Қазақстандағы ең арзан жаңа көлік болып табылады. Lada маркасы өз сенімділігімен және қолжетімділігімен ерекшеленеді. Бұл көліктер қалада да, ауылдық жерлерде де керемет жұмыс істейді. Олар қатал жағдайларға бейімделген және жайлылығы мен функционалдылығымен таң қалдырады. Lada көліктерінің Қазақстан нарығына қайтып келуі бәсекелестікті күшейтіп, басқа брендтерді, әсіресе бұрынғы көшбасшы Chevrolet Cobalt-ты ығыстыруы мүмкін. Бұл жағдай Қазақстандағы автонарықта жаңа динамиканы қалыптастырады және тұтынушылар үшін тиімді ұсыныстардың артуын алып келеді.